Репортер Оразалинова Айжан, Бақытжан Құтбаев ақпарат агенттігі Жетісу облысы бойынша меншікті корреспондентімін. Бүгін 27 январь, сіз Жетісу облысы, Текелі қаласы, улица қандай? Жеңіс 7-15 Жеңіс көшесіне келіп отырмыз. Не себепті шақырдыңыз, өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Мен Молдабаева Бағлан Нұрғалиқызы, көпбалалы анамын, күміс иегерімін. Менің шақырып отырған себебім 437 бап бойынша маған айыппұл салынды. Балаларым жүгірді деп. Басқа подъезден 4-ші этажда тұратын, екінші подъездегі 4-ші этажда тұратын кісі маған жаңағы балалар жүгірді деп милицияларды шақырып, сонымен маған 3 рет штраф салып кетті. Түсінбедім, кешіңіз, 437 бапты қозғап отыр дейсіз. Сіз мысалға бірінші подъезде тұрасыз, получается, екінші подъездегі 4-ші этаждағы адамдар сіздің үстіңізден арыз жазып жатыр ма? 437 бапты қозғап жатыр. Сіз білесіз, 437 бап әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады. Бірақ сіз титтей бала шағаңызға ондай заң жоқ. Қазақстанда заң жоқ, бала шуламау дейтін. Көріп отырмын, кішкентай 6 балаларыңыз бар екен. Енді жаным алдынан шулағаны қалай естіледі? Не деп жазады сонда? Жүгіріп тарсылдатты деп жазып жатыр. Ол кісілерге келді. Сол кезде мен айттым, ол кішкентай бала, менде 5 айлық бала, түнде жылайды, действительно, оны кішкене көтеріп жүреміз ары бері. Одан кейін 2 жастағы балам бар, 5 жаста. Балаларым барлық кішкентай менде. Енді мен балаларды қалай байлап қоямын? Маған қазір штраф салып кетті. Енді қазір мен өзім күйеуімге жалғыз өз ғана жұмыс істейді, өзім пособиям, оның қарызым бар төлейтін. Қазір мен бүкіл счеттарым жауып тастады. Шындап келгенде біз мұны қалай төлерімізді білмейміз. Білмеймін даже, мен сол үшін сіздерге обращаться етіп, сіздер шақырып отырмын. Осындай жағдайға түскеннен кейін көмектеріңізді сұраймыз енді. Қараңыз, Қазақстанда 437 бап, мысалға сіздің балаларыңыз шулайды деп жазса, не бар? Децибел дейтін зат бар, тексеретін құралғы. Сізде үйде қаншалықты шум шығып жатыр. Кішкентай бала жүгірші, жүгіріп көріңдерші, балалардан дауыс шығу мүмкін емес қой. Бері қарай жүгір, қызым. Жүгіріңдерші, келіңдер, көрейік. Осылай жүгіретінмін. Міне дауысы да шығып отырған жоқ. Қалай мына бірінші подъездегі зат екінші подъезге естіледі? Сіз мысалға айтып отырсыз, мен полицияны бұл жерде кінәлі деп танытыла алмаймын, өйткені оларға арыз түсті, олар өздерінің әрекетін жасау керек. Дұрыс қой. Бірақ та мына титтей бала шағаны көріп отырып, қалай олар айта алмады мына балалардың қандай жүгіргендері іс-әрекеті мысалға 437 бапқа сәйкес келеді деп. Мен соны ғана түсінбей отырмын. Мысалы, біз музыка қосып жатқан жоқпыз, тек балалардың 50% ғана децибел, мысалға 50% шумоизоляция шықса ғана сол кезде ғана. Сіз музыканы мысалға буферді қатты громкостьқа қойып қойсаңыз, вот сол әкімшілік құқық бұзушылық деп саналады. Бірақ титтей кішкентай бала шаға жүгіргеніне арыз толтырылмау керек деп өз басым сөйтіп ойлаймын. Өйткені Қазақстанда заң бар. Сіз заң бар екеніне Қазақстанда сенесіз бе? Сенемін, әрине сенесіз, білесіз, бірақ сіз шулап жатқан жоқсыз. Мүмкін арақ ішіп шулаған шығарсыз. Жоқ, ондай бізде болған жоқ. Әуестік жоқ, алкоголь. Біздің үйде арақ ішу деген нәрсе жоқ. Жолдасым да ішпейді. Жолдасым өзі командировочный жұмыс істейді, 2 аптада бір келеді үйге. Мен бала шағамен өзім қанамын. Сіз қазір мысалға обжалование дейді, заявление, вы имеете право обжаловать. Мен бұл немен келіспеймін деп. Ондай жасадыңыз ба? Текелі қаласының прокуратурасына бардыңыз ба? Сізге көмек қолды берді ме? Сол маған қызық болып отыр. Желтоқсан айынан бастап мен прокуратураға барып, осы бойынша арыз жазғанмын. Бір айдың көлемі болды, уже жауап әлі болмай жатыр. Облысқа жібердік, енді облыстың жауабын күтеміз дейді. Енді қашан күтеміз? Мен счеттарым барын айлесқа салып жауып тастады, шындап дегенде. Мен білмеймін қазір пособиямды қалай аламын, қалай қарыздарымды жабамын. Мен ол штрафты төлеймін бе, или бала шағамның тамағын беріп, аузынан жырып төлеймін бе? Мен түсінбеймін. Қандай баппен маған штраф салып отырған балалар, міне жаңа өзіңіз көргенде ғана жүгіреді балаларын. Кішкентай бала, мен оны қой деп айтамын. Қой деп айтамыз, әрине айтпаймыз емес. Бірақ кішкентай ғой, 2 жастағы баланы енді өйтіп қой деп айтамын, ол бала сөз тыңдамайды.
5 айлық баламен бұл түнде жүреміз ары бері, жылайды, часто оянады, пока енді кішкентай бала. Иә. Енді біздің Жетісу облысының прокуроры Жұмаканов Бауыржан Альбертович дейтін кісі. Сол кісіден көмек сұрайық. Ол кісі менің естуім бойынша, өзім қанша жыл блогер болып істедім, мен сентябрь айында тағатталды, был назначен. Ол өте керемет кісі деп отзывтары жақсы да. Сіздің ісіңізді, мысалға қазір айтып отырған жағдайыңызды өз қармағына алады деген ойдамын. Өйткені шынымен де 6 бала шағасын асырап отырып, бұл үйде ішімдік ішілмесе, кішкентай міне 6 баланы жүгіртіп отырмыз. Ондай шум шықпайды, мынандай. Даже астыңғы подъездегі кісілеріңіз мүмкін жатса, сіздің төмендегі этаждағы мен түсінер едім. Бірақ та ортада бір дом, былай қарасаң, между вами одна стена дейді ғой. Қалай ол кісілер, мысалы, мүмкін ұрсып жатсыздар ол кісілермен. Танисыз ба ол кісілерді өзіңіз? Танимыз, көшеде балада көрген кезде амандасамыз, артық ешқандай ұрсыспағанбыз. Не үшін ол кісілерде сондай не болып тұр? Білмеймін, түсінбеймін ол кісілерді. Осы 4-5 жыл көлемі болды ол кісілер сөйтіп жүргеніне. Өздерінде бала шаға бар ма? Өздерінде бала шаға жоқ ол кісілер. Әйелмен күйеуі екеуі ғана тұрады үйлерінде. Күнде кешкісін қалай сағат 11 болады, ол кісілер бізге звондайды, или WhatsApp-тан жазады. Еще неше түрлі сөздер жазады да, енді кішкене адамды намысына тиетін, балаларымды кәдімгідей далада көрсе қорқытады екен, еще бар. Еще осы жаздарда, көктемдерде талай рет ол кісіні ішіп кеп подъезде домофон звондап, мені талай боқтап кеткен. Хотя мен ол кісіге ештеңке деген жоқпын. Жолдасыма да звондап тоже боқтайды екен ішкен кезде. Сен балаларымен қосып құрып кетіңдер, семьяларымен шулайсыңдар постоянно, нам мешаете спать деп сөйтіп постоянно айтады екен. Бізге де айтады сонышы. Енді осыны бір жаққа шығарып берсе, мемлекет органдары, сіздерден көмек сұраймыз енді. Жетісу облысының прокурорынан көмек сұрайық, Жұмакенов Бауыржаннан. Ол кісі өте өз ісіне білікті кісі деп естиміз. Өзім әрине арнайы жолыққан жоқпын ол кісімен. Мүмкіндік болып жатса жолығып қайтармыз. Енді қалай айтады, көп айтса, ел айтса, қалай айтып мақалдың аты. Көпшілік айтса, ол кісі соответственно өз жұмысына лайықты деп ойлайды. Сол кісіден көмек сұрайық. Сіздің ісіңіз шешіледі деген үміттемін. Өйткені 6 бірдей бала шағаның аузынан жырып алу, қазір штрафыңыз қанша болып жатыр сонда? 98.300 болды. Еще плюс часы дегеннен 19.600 Почти 100 мыңнан асып, 110 мыңнан асып кетіп отыр. Өзім қазір мен 6 балаға пособие аламын, оның ето мен 80%-ын қазір қаржы жауып отырмын, шын айтамын, штрафты мен төлей алмаймын. Қазір шамам келмейді, өзім бала шағама өз киім жорға тауып отырмыз. Жолдасым жалғыз істейді. Жалғыз өз жұмыс жасайды. Жолдасыңыздың өзі 6 бала шағаны бағып, өзі адал еңбегімен ақшасын тауып отыр дейді, сол штраф төлегенге неміз. Енді құрметті Текелі қаласының прокуратурасы және Жетісу облысының прокуратурасы әрине әр қазағым жалғызым дейміз. Көп балалы анаға көмектесек деген үмітпен сіздерге осы видео жолдауымызды жолдап отырмыз. Это получается мне 5-ші этаж, ал мынау 4-ші этаждағы басқа подъезде кісілер жазып жатыр ғой сонда.